Hi, I'm Mrs. Madina, and now we're going to start our 14th lesson where you learn how to read in English. Сәлем достар, сіздермен Mrs. Madina. Ағылшын тілін нөлден бастап үйрену сабақтар желісінің бүгін 14-ші сабағы. Ең бірінші үй жұмысын тексеріп бастайық. Ең алдымен сіздерге осы сөздердің транскрипциясын жазу керек болатын. Бір тексеріп алыңыздар. Oil, enjoy, toy. Ал екінші тапсырма дәл осы тексті дұрыс оқу керек болатын. Міндетті түрде менімен бірге тексеріп алыңыздар. I have a brother. My brother is a student. He lives in London. It is a big and noisy city. He lives with his girlfriend. His girlfriend is nice and I like her. I hope she will be his wife someday. Do you have a brother or sister? Is he, she married? Ал міне осымен үй тапсырмасын тексеріп болдық. Егер күнделікті ағылшын тілін үйренгіңіз келсе, менің Instagram парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал енді біз сіздермен 14-ші сабақты бастаймыз. 13-ші сабақта біз өу әріпінің оқылу ретімен танысқан болатынбыз. Енді осыны ары қарай жалғастыратын боламыз. Және бірден 3 дыбысталуды аламыз. Қараңыздар. Double O, яғни 2 O әріпі келген кезде біз оны U деп оқимыз. Мысалы, book, look, moon. Ал егер бізде O және U әріпі қатар келсе, біз оны ow деп оқимыз. Мысалы, out, house, cloud. Менімен бірге қайталап отырсыздар, иә? Ал егер бізде O және A әріпі келсе, біз оны O деп оқимыз. Мысалы, coat, boat, road. Бір қарап алыңыздар, және тағы бір қайталайық. Қараңыз. Double O, U. For example, book, кітап, book. Ow, cloud, бұлт. O, boat, лодка, яғни кеме. Ал енді сізге тапсырма. Дәл осы 3 оқылу ретті дыбысталуымен сәйкестендіріңіз. Сіздерде 10 секунд. Міне дәл осы ретте болады. For example, look, ow, house, road. Ал енді кішкене жаттығайық. Ең бірінші бағандағы сөздердің барлығын мен оқимын, сіздер менен кейін қайталаңыздар. Ал екінші бағанды сіз оқисыз, сізден кейін мен қайталаймын. Кеттік. Took, coat, food, cloud,
Ал енді сіз оқыңыз, сізден кейін мен қайталаймын. Road. Sound. Food. Coast. Gloomy. Ал кеттік. Қараңыздар. Дәл осы әріп қалай оқылады? У. Бұл әріп екі әріптің қосындысы қандай дыбыс береді? Ау. Ал мынау әріп қосындысы? Оу. Я? Все, молодцы. Ал енді бізде ең соңғы дыбысталу. Бұл бізде O және W екі әріп қосылса, бізге екі түрлі дыбыс береді. Біреуі ау, біреуі O. For example, now, low, snow. Бұл екі дыбысталудың қайсысы қандай болатынын просто жаттау керек. Себебі бұларға арнайы бір ереже жоқ. Иногда ол ау деп оқылады, иногда оу деп оқылады. Хорошо? Мысалы, қараңыздар. Дәл осы тіркес ау. For example, brown, now. Ал оу боп оқылатын кез snow, low. Міне тағы бірнеше сөздер легі. Ау, brown, қоңыр, down, төменде, how, қалай, now, қазір, town, қала. Ал енді oh, grow, өсу, show, көрсету, snow, қар, throw, лақтыру, low, төмен. Ал енді мынау сөздерді сіз оқыңыз, одан кейін мен транскрипциясын шығарып бірге оқитын боламыз. Қане? Moon, house. Біреулер далада өлең айтып жүр. Надеюсь, сіздерге естіліп жатқан жоқ, я? Ал, мынау сөз. Snow. Road. Ал, молодцы. Енді бізде келесі өте маңызды, өте көп кездесетін екі әріптің қосындысы. Бұл W және H. Бұл бізге O деген дыбысты береді. Мысалы, what, не. Мысалы, біреуге біз Мадина десе, иногда ау дейміз, иногда не дейміз ғой. Дәл солай, what, не. Where. Осы сөзмен бірге қайталаңыз. Where. Е және ә әріптерін айтасыз. Where. Қайда? Ерке Есмахан өлеңі бар ғой. Алматыда жоқ деген. Дәл сол қайда? Where. Сол өлеңді енді естеріңізге түсіп кеткен кезде ойлаңыз, так, аудармасы where. Қайда? Жігіт қайда деген сияқты. When. Қашан? When. Қараңыздар, үш жағдайда да біз о деп оқып жатырмыз, я? Бірақ бізде бір ғана ерекшелік бар. Дәл осы кім дегенде біз who
деп оқимыз. Осы W және H бізге осы жағдайда ғана who деген дыбысталумен оқылады. Who? Кім? Сонымен қатар, осы жерде айтып кететін дүние, қараңыздар, егер бізде W және R, яғни W және R бірге келсе, біз оны оқымаймыз. Ол оқылмай кетеді, ескерілмей кетеді. Тоқалдан туып қалады. Мысалы, write. Біз бұны write деп айтпаймыз. Write. W бізде оқылмай кетеді. Write. Жазу. Wrong. Wrong. Қате. Осы жақта міндетті түрде қараңыздар. N және G әріпі бізге деген дауыс береді. Негізі бізге қазақтарға ағылшын тілін оқу оңай. Білесіздер ме неге? Себебі бүкіл алфавитте басқаларда деген әріп жоқ. Олар дегенді айтуға қиналады. Ал бізде бұл өзі нағыз қазақша әріп. Қараңыздар, N және соған как будто біз ды жазған кезде түбірін қосамыз ғой. Бұлар да дәл солай былай деп қосып қояды. Көрдіңіз? Сонда Сонда бұл сөздің оқылуы wrong. Wrong. Айтасыз, соңында. Все. Молодцы. Енді бізде слова исключения. Яғни ережеге бағынбайтын, ерекше оқылатын сөздер бар. Бұл бізде осы бағанда, қараңыздар, астында беріліп тұр, я? Негізі ол бізде blood деп оқылу керек, я? Бірақ бұл исключение, ерекшелік, сол үшін біз оны blood деп оқимыз. Blood, қан деген мағынаны білдіреді. Келесі сөз door, есік. Тағы бір ерекшелік floor, еден. И танцпол деп те айтса болады. Сонымен бізде үш ерекшелік blood, door және floor. Молодцы. Сонымен қатар осы оқылу ретінде бізде wood. Осы сөз ең көп кездесетін сөздердің бірі, сол үшін сіздерге міндетті түрде оны айтуды жөн көрдім. Ал сонымен қатар біз сіздермен бүгін не үйрендік? Бүгін сабақ бізде өте ауқымды болды деп ойлаймын. Біз осымен O әріпінің оқылу ретін толық аяқтадық. Міндетті түрде кестені, ручка дәптерлеріңізді алып, дәптер арнадыңыздар деп ойлаймын. Соған міндетті түрде осы кестені түсіріп алыңыздар. Сіздерге ағылшын тілінде оқуға бұл кесте міндетті түрде көмектеседі. Бүгін біз сіздермен осы O әріпінің оқылу ретін толық аяқтадық. Сонымен қатар double H қалай оқылатынын білдік, я? Бізде ол U деп оқылады. Ал егер R деген әріппен бірге келсе, біз оны елемей кетеміз. Сол кезде ол уже тоқалдан туылып қалады, я? Ал енді сіздерге тапсырма. Қазір музыканы қосамын мен және әр сөзді ауыстырып отыратын болам. Ал сіздер ілесіп, міндетті түрде оқыңыздар. Я? Мысалы, осы сөз шықты ма? Оқыңыз. Келесі сөз ауысады. Где-то 20-ға жуық сөз бар. 10 немесе 20-ға жуық сөз бар. Міндетті түрде бірге қайталап музыкамен ілесіп отырыңыздар. Ал мен сіздермен қоштасамын. Сіздермен болған миссис Мадина. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, осы сабақтар желісі сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде пікір қалдырып, сонымен қатар бір достарыңыз болса ағылшын тілін үйренгісі келіп жүрген, осы сабақтар желісімен бөлісулеріңізді сұраймын. Сонымен қатар менің Instagram және TikTok парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған миссис Мадина. Goodbye. Тапсырманы орындауға кірісе беріңіздер. Кеттік. Bye.